Міне сондықтан да бұл шошқаның етін жеуге болмайды. Бұның мен саған қасиетсіздігін айтайын. Біріншісі, мынау шошқа бар ма? Бұның ұрғашысы билейді. Ұрғашысы шыңғырып бақырып жатқан сол ұрғашысы. Еркегін керек кезде шақырылады, керек кезде қуып шығады. Сол жатады бір бұрышта қортылдап еркегі. Сосын екіншісі, бұл мынау бар ма шошқа деген ұрғашысын қызғанбайды өзінің. Келесі кіргізіп жіберсең еркегін, олар басыла береді. Анау жата береді қасында. Мінекей. Ал енді жылқыны алшы. Еркек бір айғыр келе жатса үйіріне не істейді? Шайнап тастайды ғой ананы. Өзі өледі, ананы өлтіреді. Көрдің ба? Бұқалар қандай бұқалар? Сиырының қызғанады. Қошқарлар ше? Қорадағы қойларын қызғанғанда. Мүйіздері сынып өліп кетуге дейін барады. Страшно ғой. Адам ненің етін жейді, соған ұқсап кетеді. Міне сондықтан айтады, шошқаның етін жемеңдер деп. Түсіндің ба? Кеше ресторанға барғанбыз ғой. Алдымызға бір тамақ әкелді да, жесем тәттен дана тамақ. Мына ненің еті десем, шошқаның еті дейді да. Астапыралла, не дейді? Шошқаның етін жеген ес? Жақсы болады екен, күшті болады екен. Кетер, мен бағана бет не айтып отырмын мынаған? Жоқ, мен кетіп тазалаңдар. Отырмай сен. Байқамай жеп қойдым мен мақтаған. Кетер. Жоқ, бұдан кейін жемей мақтаған. Басеке, мынаған қол қойып жіберіңізші Басеке. 3 айлық есеп қисап қой. Бәрекелді. Басеке? Ау? Кеше сізді орынбасарыңыз үйіне тамаққа шақырмады ма? Шақырған? Неге бармадыңыз? Кеше жоғарыдан комиссиялар келіп тексеру келді ғой. Сол кісімен жүрдің ғой. Өздерің барып кеттіңдер ме? Бардық. Қалай, жақсы отырдыңдар ма? Жақсы отырдық Басеке. Ойбой, дастархан деген енді жасап тастаған. 3 тамақ берді. 3 тамақ? 3 тамақ. Цыңқиып қайттық. Молодец. Ауызбірлікте болыңдар. Bir мекемеде істегеннен кейін, ана менің 2 орынбасарым бар, өзің бар бас бухгалтер. Бәріміз ауызбірлікте жұмыс істейік. Сол кезде іс алға жүреді. Дұрыс. Басеке? Ау? Bir нәрсе айтсам, ешкімге айтып қоймаңыз, е? Айта бер. Сіз орынбасарыңыз жамандады ғой. Қойш? Иә. Не дейді сонда? Хайуан, оңбаған, ешак деді ғой сізді. Мені ма? Иә. Мен айтты демеңізші Басеке. Жоқ, айтпаймын. Ондай орынбасарды ше, құрт жіберсеңізші. Орнынан алып тастасаңыз сондай орынбасарды. Жаңа қанша тамақ берді дедің? Шу. Сонда 3 тамақ сыйған ішіңе орынбасарымның бір ауыз сөз сыймай қалды ма? Негізі оны мен өзім айтқам. Сол көпшілік отырған жерде мен туралы жаман сөздер айтшы деп. Өйткені кейін кезде байқап жүрмін да, арамызда сөз таситын бір крысалар пайда болыпты да. Аузы жаман елді былғайды, аяғы жаман төрді былғайды деген. Жұмыстан боссың, кет бар. Заявлениені жазды, кет жұмыстан. Басеке, мен... Жоғал көзіме көрмеймін. Мен сізді... Жоғал деймін. Ұялмайсың ба? Біреудің тамағын ішіп сөзін тасуға. Оңбағанда жеш. Сізді ойладым ғой. Кет бар, кет. Басеке, мен... Оңбаған. Басеке. Так, охрана. Ана бас бухгалтер бұдан кейін жұмысқа кірмейтін болсын. Кіргізіліңдер. Ассалаумағалейкум. Амандық қайда? Байқамай қалып, ассалаумағалейкум. Қалайсың? Сен байқамай қалсаң, мен күнде байқап отырмын сені. Таңертең былай кетесің, кешке былай кетесің. Қай ауылдың баласысың өзің? Мен Ақтоғайдікімін ғой. Не жұмыс істейсің? Жұмыс болғанда сол өзімнің үйім Ақтоғайда. Екінші үйім ана Көктоғайда. 2 үйің бар ма? Ой, молодец. Мына жақтан таңғы ас ішем, ана жақтан барып кешкі ас ішем, екі ортада. Енді ақсақал, өзіңізге жолыққаным дұрыс болып отыр дейді. Енді бір түскі шайды ішіп өтетін, осы ауылдан да біреуін... Үшіншісін алмақшысың ба? Иә. О, бәрекелді. Соны өзіңізбен ақылдассам ба деп ақыл... Менен ақыл сұрап отырсың ба? Иә. Ақымақ. Сен ақылды менен сұрама. Сен ақылды анау 2 бұттың ортасында кісіден сұра. Сол біледі ғой сен шамаңды. Мен қайдан білем? Ақымақ. Менен сұраған несін? Салам. Айқайлама деймін соны? Айқайлайым. Ішпе десе ішесің е, оңбаған. Сары өлем адам деген іше ме екен е? Бір ішіп бізден не болды? Құда қоймады ғой, білесің ғой. Қазір полиция ұстаса не істейсің ал? Бірдеңеге соғыл ұстасаң не істейсің ал? Жағын қарсыға қайдағын айтылмеші болды.
құдайы. Сенің кесіріңнен. Әне тұр, Гай алдымыздан шықты. Құдай, бір. Нең бар айтып бе? Так, не істейміз әшкен, кеше нені алшаны? Нелерді? Тақияларды беш. Соңғы ішті, әне, болды. Болды, тәспі. Так, арақ қайды, арақ ал. Мә, іш қатне. Неменеге маған арақ беріп отырсың ішінде? Ішті ме? Ішпеймін. Іштеймін. Ішпейтін адам ішкізесің ғой. Қайтесің қашыңа, табанап қояды ғой. Болды, бала, ішті. Ойбай, балада нең бар енді, баланы ішкізіп. Жапшы аузынды, мен ғой жауап беретін. Ұрсасың ғой, баба. Ұрыспайым. Жұппасын, баба. Көрсетем жұпты саған. Ес алаң. Болды, қазір мен шақырған кезде шастырмақ ма? Мақұл. Білдірмеңдер. Білдірмесең, күліп отсай. Стады мұнау. Абайла, папа. Білдіріп қойма, я. Ассаламағалейкум. Аға лейтенант Зеренбаев. Не болып қалды? Жол ережесін бұзып келатсыз ғой. Жоқ, ешқандай біз нормально келеміз біз. Ішіп ағасыз ба? Жоқ. Ішіп ағасыз ғой сіз? Жоқ, ішпеген. Тоқтаңызшы, мына өктеңізші. Үпіріңізші. Ішіп ағасыз ғой айттым ғой. Бәкәжің. Ой, осындайларыңыз бар да. Мені мынаған үпіріңізші. Мені көрсетіп тұр ғой, процентін. Ішіп аған деп. Ішіп ағансыз сіз. Бұның істемейсің. Қалай істемейді? Бүкіл әлем осыған жүгініп отыр. Жаңадан шыққан аппарат бұл. Мені көрдіңіз ба, тап-таза. Өздеріңе арнап істеп қойғансыңдар ғой. Көке, қойыңызшы болды. Ішіп ағасыз ғой. Ішкен деп тұрсың ба? Машинаның құжатын берсеңізші маған. Документ қоя тұр. Қатын! Қатын! Не болып қалды? Міне, 5 уақыт намазы бар. Әулие аралап, әруақтармен араласатын, бал ашатын, жол ашатын мына жеңешең. Осы кісін бір тексеріп көр. Әйеліңізді араластырмай қойсаңшы. Тексерсей? Мынаны үпіріңізші. Үрлеңізші. Әйеліңізді ішіп алған ғой сізді. Сен абайла сен. Аузың қисайып кетеді қазір. Ал, іше ма мына кісі? Көрсетіп тұр ғой процентін енді мына аппарат енді. Асылжан! Баба! Бергеш. Мынау 7 жасар бала. Міне. Үргішші. Балаңызды араластырмай қойсаңшы. Тексеріп көрсей? Үпірші мына. Енді 7 жасар бала ішпейтін шығар енді. Ішкен деп тұр ғой. 7 жасар бала ішті деп аузыңы барлама айта аласың ба? Пәк мынау. Періште. Кешіресіздер, жолдарыңыз болсын. Солай болсын. Жолдарыңыз болсын, кешіресіздер. Алатын ақшаларыңды адал табаңдар. Кешіріңіз аға. Біз бермейді емес, береміз просто. Кешіріңіз аға. Ят деген болу керек адамда. Жүр, отыр рульге. Балаңыздан да процент көрсетіп. Жүр, отыр, мына. Не болды? Жақсы братан, қол жүре берсін. Молодец.